Жолдастықтың ақысы дегенді білесіз бе? Баяғыда бір жас жігіт жолаушылап жолға шығады. Алдынан ұзаңқырап бара жатқан аттыны байқайды. Артынан шауып жетіп, ассалаумағалейкум, жолымыз бір болса, жол серік болайық, әңгіме айтайық деп қасына жақындайды. Аттыдағы әлгі кісі үлкен сақалды, ақ сақалды қария екен, үндеместен басын изеп ишара білдіреді. Өзі артынан қуып жетіп ыңғайсызданып қалған бала әлгі аттының артынан ілесіп келе береді. Осылайша олар бір ауылға жетеді. Ауылда асық ойнап жатқан балалардың қасынан өтеді. Дәл сол жерде екі бала бір-бірімен ерегісе кетіп, бір бала қасындағы досын өлтіріп қояды. Жан-жақтан адамдар қаумалап қым-қиғаш ерегіс басталады. Өлген баланың шешесі өлтірген баланы ұрып, ол бала да сол жерде тіл қатпай кетеді. Сол кезде оның әкесі келіп, әлгі қатынды қара құстан алып, шешесін де мерт қылады. Бір мезетте осылайша 3 адам өмірден өтеді. Бұлар осылайша ауылдан ұзай береді. Сонда бала шыдамастан: ата, аяқ асты 3 адамның өліміне куә болдық. Бұл қалай болды? Не араша түстемедіңіз, не басу сөз айтпадыңыз дейді. Сонда әлгі кісі: бұлар осылай өлу керек еді дейді. Қалайша? Сіз кімнің қалай өлетінін қайдан білесіз деп жігіт таңдана сұрайды. Мен Әзірейіл періштемін, жаңағылардың жанын мен алдым дейді. Тұла бойы мұздай болып кеткен жігіт қорықса да: енді айтыңызшы, онда менің өлімім қашан дейді. Сен үйленіп, сол үйленген күні төсегіңе жатар алдында өлесің дейді. Осылайша бұл кісілер жол айырылысады. Арада қанша жыл өтеді, қанша уақыт өтеді, бұл әңгімеде ұмытыла бастайды. Жігіт үйленуге бел буып, үйіне қалыңдық түсіреді. Сол күні жігіттің атын атап сырттан дауыс естіледі. Сыртқа шықса, әлгі қарт кісі келіп тұр. Тұла бойын қорқыныш билеген жігіт сабыр сақтап: жақсы, мен әке-шешеммен, жарыммен қоштасып шығайын дейді. Уақыт беріңіз дейді. Үйіне кіріп, болған жайдың бәрін әкесіне айтқанда, әкесі өте дана кісі екен. Сен онда балам жолдастық ақымды бер деп сұра дейді. Шын Әзірейіл болса, ол саған жолдастық ақысын береді дейді. Сонда жігіт сыртқа шығып: мен саған кезінде пәлен жерге деген түстік жолдас болдым. Сол жолдастық ақымды бер дейді. Құп алдым. Жолдас болған ақынға енді тағы 70 жыл өмір сүресің деп көзден ғайып болады. Мінекей, жолдас болудың ақысы қандай екенін осыдан білуге болады. Жолдастықтың ақысында осындай үлкен мән мағына жатыр. Отбасының бағы мен құты ер азаматтың бас киімінде. Қазақ ер азаматтың бас киімін қашанда қадір тұтқан. Ер азаматтың бас киімін еш уақытта жерге тастамаған. Бақ таяды, бас кимейді деп ырымдаған. Тері сіңіп өзі киіп жүрген бас киімді еш уақытта ешкімге бермеген. Бағым кетеді деп өзгеге кигізбеген. Ер азаматтың бас киімі бағы мен абыройын, берекесін сақтайтын қасиетті киім. Бастың қадірі осы бас киімнен басталады. Ер азаматтың отбасының құты екенін осыдан ақ байқасақ болады. Себебі әйел азаматына қатысты бұндай тыйым жоқ. Керісінше үлкен апаларымыздың, абыройлы, елге сыйлы апаларымыздың ақ орамалдарын, басындағы кимешегін өз қолымен шешіп, жас түскен келіндерге тарту еткен. Менің жолымды берсін деп ырымдаған. Мінекей, ер азаматтардың әйел қауымынан бір саты жоғары тұратынының тағы бір дәлелі осы.